Hi everyone, how are you? Бүгін бізде 5-ші сабақ. Сіздермен тағы да мен Бақытгүл. Сабақтарды көріп, тіркеліп жатқандарыңызға, сенім білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет. Достарыңызға тарата отырыңыздар. Олар да үйренсін, олар да білсін. Бүгін біздер артикльдер туралы үйренеміз. Яғни ағылшын тілінің қазақ тілінен айырмашылықтардың бірі осы артикльдердің болуы. Жалпы ағылшын тілінде артикльдердің екі түрі бар. Соларды қазір толығырақ тоқталатын боламыз. Және де кейбір сөздерде мүлдем артикль қолданылмайды. Ол сөздерді де айтатын боламыз. Оны ағылшындарда zero article деп аталады. Жалпы артикль екіге бөлінеді дедім, және definite, indefinite деп аталады. Және zero article, яғни артикльдің болдырмауы, қолданылмауы. Осы үш жағдайды да қарастыратын боламыз сіздермен. Олай болса сабаққа көшейік. Артикл, міне артикльдің үш түрі: indefinite, definite, zero. Indefinite дегеніміз аударылады, қазақша белгісіздік болып аударылады. Оған мен ән артикльдері жатады. Ол definiteға ол белгілілік артикль деп аударылады, оған the артиклі жатады. Және де zero дегеніміз, яғни ол нөл деп аударылады, яғни артикль қолданылмайды деген сөз. Қолданылмайтын жағдайларды қарастырамыз. Сізде осындай сұрақ туындауы мүмкін: ән бе the ме? Қазір барлығын түсіндіретін боламын. Белгісіздік артиклі мен ән. Артиклі дауысты дыбыстан басталатын сөздің алдына келеді. Мысалы, toy, ойыншық деген сөзге. Ал ән артиклі дауыстыдан басталатын сөздің алдына келеді, дауысты дыбыстан. Мысалы, ән, ink bottle, сия сауыт деген сөз. Әріпі дауысты болғандықтан әнді қолдандық. Box, әріпі бізде дауысы, сондықтан артиклі келеді. Box бұл қорап деген сөз. Яғни екеуінің айырмашылығы жалпы бұлар саналатын жекеше түрдегі зат есімдердің алдына қолданылады. Келесі белгілік артиклі the. Бұл бізде жалғыз нәрселердің, белгілі бір нәрселердің алдына қолданылады. Мысалы, the moon, ай, бізде жалғыз. The earth, жер де бізде жалғыз. Күн, the sun, ол да бізде жалғыз белгілі нәрсе. The tango десек, мысалы, би түрі. The saxophone, бұл аспаптың түрі. Бұл да белгілі нәрсе болғандықтан бұл жерлерде the артиклі қолданылып тұр. Және де сөйлемде бір нәрсені екінші рет айтқан кезде біз the артиклін қолданамыз. Indefinite, яғни белгісіздік артиклі мен ән. Жекеше түрдегі саналатын зат есімдердің алдында қолданылады. Book, an egg. Екеуі де саналады, кітапта, жұмыртқада, және де жекеше түрде тұр. Артиклі қолданылады дауыссыздардың алдына, ән дауысты дыбыстан басталатын сөздің алдынан. The артиклі бұл жекеше түрде де, көпше түрде де қолданылады, бірақ бұл белгілі болған кезде. Мысалы, the boy, boy сөзі екінші рет қолданылып тұр деген сөз. The boys, ұлдар. Енді zero артикліне келейік, бұл көпше түрдегі зат есімдер бірінші рет қолданылса. Мысалы, cats сөйлемнің бірінші рет кездессе сөйлемде, ол cats болып кездеседі. Одан кейін coffee, ол саналмайды. Яғни саналмайтын зат есімдермен артикль қолданылмайды. Бүгін біздің сабағымыз артикльдер туралы болды. Жалпы қорытындыласақ, сонда ағылшын тілінде екі түрлі артикль бар: definite және indefinite. Және де артикль қолданылмайтын жағдайды zero артикль деп аталамыз, яғни нөл, артикль нөл деген сөз. Zero артикль, яғни артикль қолданылмайды. Жалпы артикль осы зат есімдердің алдында қолданылады. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Жақсы, сіздер назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Thank you for your attention. Goodbye everyone. See you next time.